Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы. Біз поэма мазмұнымен таныспыз. Әрі қарай талдау жұмыстарын жасап жатырмыз. Оқу мақсаты композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Бүгінгі сабақта композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдаймыз. Өткен сабақта еске түсіру мақсатында берілген тірек сөздер арқылы шығарма мазмұнын бір-екі сөйлеммен баяндаңыз. Берілген тірек сөздер бала, ана, аққу, кие. Дұрыс айтасыздар балалар. Ажал алдындағы баласының өмірі үшін арпалысқан ана, тәуіп шалдың айтуымен Жетімкөлді мекен еткен аққуларды атуға мәжбүр болады. Алайда аққудың киесіне ұшырап, бала да аман қалмайды, ана да есінен аусады. Және бұдан кейін Жетімкөлге аққулар қайтып оралмайды. Тапсырма. Сурет мазмұнына сәйкес үзінділерді тауып, мәнерлеп оқыңыз. Бұл тапсырмада біз берілген суреттерде шығармада сәйкес келетін үзінділерді табамыз. Я балалар, мына бірінші суретте сәйкес келетін үзінді қайсы бір қиын қыстау ай күндерде шойылып түссе дағы қайғым белге. Алаңсыз аққуымды атпасын деп, жатқа да дастарханды жайдым төрге, аққулар ұйықтасын деп айдым көлге. Ал екінші сурет бойынша сәйкес келетін үзінді бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған, түн күзетіп ана отыр қос жанары, шарасыздан шаршаған, жалтыраған. Ал үшінші сурет бойынша сәйкес келетін өлең үзіндісі тау шаңғыртып тамаша құстың әні, қос жайдысып көлменен ұшты бәрі, көл бетінде көлмендеп жарал аққу, ұша алмайды, ұшпақ болып күш қылады. Төртінші сурет бойынша поэмадағы сәйкес келетін үзінді қартқа қарай ақырын аяңдады, қарусызға қарт келді, аянбады, көзінен жас, көңілінен зар төгіліп, болған жайтты келіні баяндады. Бесінші суретке сәйкес келетін үзінді ақ төсек, әппақ айдын, аққу бала, жаралы аққу секілді, жаттың бана. Соңғы сурет бойынша сәйкес келетін үзінді орнында кел, Жетімкөл жоғалмапты, ортаймапты, немесе толалмапты, жағалауын жауыпты жасыл жалғыз, қасиетті аққулар оралмапты. Келесі тапсырма. Төрт сөйлем әдісі бойынша кие ұғымы туралы пікіріңізді баяндаңыз. Төрт сөйлем әдісі бізге таныс балалар. Бірінші пікір, екінші сөйлемде себебін айтамыз, үшінші сөйлемде мысал келтіреміз, төртінші сөйлемде қорытынды немесе ұсынысымызды айтамыз. Я балалар, халқымыз қашанда қасиетке оқ атпаған, себебі оның киесінен қорқып қастерлеген. Мысалы, «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында халқымыз қасиетті деп есептеген аққуға оқ атқан ананың баласы да өлді, өзі де есінен айырылды. Қорытынды ерекше тіршілік иелеріне дарыған тылсым күштің қасиетін бағалай білгеніміз жөн, және қоршаған ортаның заңдылығына қарсы келмегеніміз дұрыс. Тапсырма. Жылқышы қарт пен ананың диалогын тауып оқып, ой қорытындысын жаса. Жылқышы қарттың сөзінде қандай мән бар? Жылқышы қарт пен ананың диалогын дұрыстау, дұрыс ой қорытындысын жасадыңдар. Жылқышы қарттың сөзі: «Ей, кімсің? Тірісің бе? Жаның бар ма? Аққуды неге атасың? Арың бар ма?» Осы жердегі «аққуды неге атасың? Арың бар ма» деген сөзден аққуды атудың дұрыс емес екенін, оның ұят, үлкен ар мәселесіне келіп тірелетінін көреміз. Әй балам, болмады ғой, қасиет кетті көлден, сорлады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік, мін атқа, ауылға қайт, ол жаны ғой. Солай, аманат бір құдайға, қай-қайдағы түседі құрғыр ойға. Осы жерде солай аманат бір құдайға, қай-қайдағы түседі
құрғыр ойға деген сөзінен ақ қарт бұның арты қайғылы жағдайға ұласпаса қайдам, бұның барлығы бір Аллаға аян дегенді айтады. Ананың сөзі жоқ ата, жасамадым ондайды мен, әлек боп арпалысып зор қайғымен, жасымнан естігенім барды еді, әйтеуір ақ қуатқа оңбайды деп. Осы жасымнан естігенім барды еді, әйтеуір ақ қуаттан оңбайды деп деген үзіндіден ана үшін аққудың кезі туралы ұлының бұрыннан таныс екенін көруге болады. Ананың ішінде де осы жерден үлкен бір үрейді көргендей боламыз. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Тапсырма. Шығармадағы маңызды ұғымдар бойынша 5 жолды өлең құрастырыңыз. Ал 5 жолды өлеңнің стратегиясы бізге бұрыннан таныс. Осы бойынша тапсырманы орындаймыз. 5 жолды өлеңді дұрыс жазыпсыңдар балалар. Бірінші зат есім аққу, екінші екі сын есім қандай, киелі, әдемі, үшінші үш етістік не істейді, таранады, жүзеді, тербеледі. Төртінші 4 сөзден тұратын сөйлем, аққу айдың көлдің еркесі. Бесінші синоним құс. Үйге тапсырма, аққу киелі құс тақырыбында эссе жазасыңдар.